Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып жүйелік шолу және мета-анализ. Жүйелік шолу және мета-анализ. Денсаулық сақтау саласында дәлелділікке негізделген әдебиетті және дәлелді медицинаны сыни өлшеу негізгі қағидалардың бірі. Ақпараттың жылдан жылға өсуіне байланысты бұл тапсырма қиындай түсуде. Мысалға, малярия, семіздік сияқты мәселелер 1991 жылмен салыстырсақ, 2008 жылы ол 3-8-40 есе мақалалар индекстерленген, яғни енгізілген. Көріп тұрғандарыңыздай суретте дәлелділік иерархиясында мета-анализ және де жүйелік шолу ол ең шыңында тұр. Бүгінгі тақырыптан кейін сіздерден мета-анализ жазуды талап етпейміз, бірақ та дұрыс интерпретациялау бұл өте маңызды. Жүйелік шолу бір қатар және бір тектес түпнұсқа зерттеулерді сыни тұрғыдан талдау және бағалау мақсатындағы ғылыми зерттеулер. Жүйелік шолу арнайы әдістеме арқылы берілген тақырып бойынша толық есеп береді, сонымен қатар кездейсоқ және жүйелік қателіктерді болдырмайды. Жүйелік шолуда зерттеу нәтижелерін таңдау мен тексерудің стандартталған әдістері қолданылады. Көріп тұрғандарыңыздай экраннан жүйелік шолу мен әдеби шолудың айырмашылығы. Жүйелік шолуда тиісті мәселе бойынша барлық жоғары сапалы зерттеулерді анықтайтын, таңдайтын, синтездейтін және сыни тұрғыдан бағалайтын тар тақырыптағы жоғарғы деңгейлі зерттеулер. Әдеби шолуда зерттеулерді жинау және интерпретациялау үшін бейресми және субъективті әдістерді қолдана отырып дәлелдемелерді жинақтайды. Жүйелік шолудың мақсаты жеке қойылған сұраққа жауап береді, қателіктерді жояды. Әдеби шолуда тақырып бойынша қорытынды немесе сипаттама береді. Негізгі сұрағы анықталған және де клиникалық сұраққа жауап береді, яғни пико бойынша ұсынылады. Әдеби шолуда бұл жалпы тақырып ретінде және де жеке бағытталған сұрақ болуы мүмкін. Компоненттері: алдын ала анықталған критерийлер, жүйелі іздеу стратегиясы, іздеу нәтижелерін сәйкестендіру, түсіндіру және нәтижелерді ұсыну, және де әдебиеттер тізімі. Әдеби шолу кіріспеден әдістер, талқылау, қорытынды және де әдебиеттердің тізімінен тұрады. Жүйелік шолуда авторлардың көлемі 3 немесе одан да көп болуы қажет. Әдеби шолуда 1 немесе одан да жоғары. Жүйелік шолудың ұзақтылығы бойынша ол бірнеше айдан бірнеше жылға дейін орындалуы мүмкін, орташа 18 ай. Әдеби шолуда бірнеше аптадан бірнеше айға дейін. Жүйелік шолудың талабы тақырыпты мұқият білу, іздеуді барлық сәйкес дерекқорларда орындау, статистикалық мәліметтерді өңдеу. Әдеби шолуда тақырыпты түсіну, бір немесе бірнеше мәліметтер базасында іздеуді орындау. Өзектілігі клиенттерге сапалы дәлелдемелерді ұсынады, дәлелге негізделген тәжірибені қолдайды. Әдеби шолуда әдебиет бойынша сипаттама береді. Мета-анализ бұл бір немесе бірнеше өзара байланысты ғылыми гипотезаларды тексеру үшін статистикалық әдістерді қолдану арқылы бірнеше зерттеулердің нәтижелерін біріктіруді білдіреді. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай, айтып кеткендей, ең басында бізде әдеби шолу жүргізіледі, яғни жағдайды сипаттау түрінде жүргізіледі. Оны көбінесе бізде студенттер де жүргізе алады. Кейін бізде сары көріп тұрғандарыңыздай аралықта жүйелік шолу. Біз бұл жерде енгізу және де шығарып тастау критерийлерін ескереміз. Яғни, мысалға 2000 жыл мен 2009 жыл аралықтардағы мақалаларды іздестіреміз. Және де бұнда біз материалдың сапасын бағалаймыз. Ары қарай сапалы мәліметтер табылған соң, оларды суммациялаймыз, ол бізде мета-анализ болып табылады. Жүйелік шолу мен мета-анализді орындау кезеңдері жалпы 7 кезеңнен тұрады. Біріншісі, зерттеу сұрақтарын құрастыру. Зерттелетін сұрақты анықтау, гипотеза құрастыру және де жүйелік шолу немесе мета-анализ атауын ойластыру. Екіншісі, енгізу және де шығарып тастау критерийлерін анықтау. Ол бізде пико бойынша жүргізіледі. Пи бізде естеріңізде болса пациент, яғни patient, I бізде intervention, араласу, C бізде comparison, яғни салыстыру, және де O бізде outcome, нәтиже. Үшіншісі,
іздеу стратегиясын дайындау және де мақалаларды іздеу әрбір пику компонентіне қатысты негізгі терминдерді қолдану арқылы жүргізіледі. Ол бізде and, or, not сияқты логикалық операторларды қолдану. Таңдау жүргізу. Тезистердің толық тізімі жасалып, қарастырылғаннан кейін енгізу критерийлеріне сәйкес келетін барлық зерттеулер алынып талданады. Бұл шолу процесін әдетте бағалаудың дұрыстығын анықтау үшін кемінде 2 тексеруші жүзеге асыра алады. Авторларға енгізілген немесе алып тасталған себептер зерттелген барлық зерттеулердің журналын жүргізу ұсынылады. Және де деректерді біріктіру үшін қажетті жетіспейтін ақпаратты алу үшін зерттеу авторларымен келісімшарт жасау қажет болуы мүмкін. Бесіншісі, деректер экстракциясы дегеніміз бізде авторлар жарияланған жылы, қатысушылардың саны, қатысушылардың жасы, оқу түрі, нәтижелері және де енгізу шығарып тастау критерийлері қарастырылуы қажет. Алтыншысы, зерттеу жұмысының сапасын бағалау бізде арнайы жадыт немесе консорт стейтмент деген шкаланы пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Жетіншісі, анализ және де интерпретация. Мета-анализ үшін эффект мөлшерін есептеуге арналған көптеген бағдарламалар бар, соның бірі бізде Revman. Бірнеше түпнұсқа мақалалардың жиынтық талдауы. Қазіргі уақытта мета-анализді орындау техникалық түрде әлдеқайда жеңілдей түсті. Көріп тұрғандарыңызда экраннан арнайы пакеттер бар. Мета-анализ. Форберг және де Морганның мета-анализ жүргізудің 6 себебі туралы айтқан. Біріншісі ол терапияның әсерін тұрақты бағалау, екіншісі зерттеу арасындағы айырмашылықты бағалау және нәтижелерді жалпылау мүмкіндігі, үшіншісі жеке топтарда терапияның әсерін талдау, төртіншісі лицензиялық ұйымдарға препаратты қолдануға рұқсат алу үшін неғұрлым сенімді деректерді ұсыну, бесіншісі зерттеулерді жоспарлау және де бағалау, алтыншысы берілген зерттеу нәтижелерін осы тақырыпқа байланысты басқа тақырыптармен салыстыру. Мета-анализде арнайы кодтау схемасы болады, айтып кеткендей, бұл жерде бізде публикация, жылы, деректердің көздері, қандай әдістер арқылы орындалғаны, таңдаудың типі, қосымша мәліметтер, статистика және де суммарлы мәліметтерден тұрады. Мета-анализде сонымен қатар біз эффекттің көлеміне назар аударуымыз қажет. Беріліп тұрған препараттардың ішінен сіздерге қай препарат эффективті деп айта аласыздар. Сіздерге сұрақ. Бір қарағанда препарат А деп айтуға болады, өйткені бізде пи бізде 0,1-ге қатынасына тең. Алайда А және де Б препараты бұл жерде бізде бірдей болып табылады. Неге? Өйткені біз таңдау көлеміне назар аударуымыз қажет. Препарат Ада бізде таңдау көлемі 256 науқас болатын болса, препарат Б-да бізде 64 науқас. Қашан біз пиға, яғни препараттың, жалпы біз пиді қашан салыстыра аламыз? Егер де бізде таңдау көлемі бірдей болған кезде ғана біз пиді, яғни препараттарды салыстыра алар едік. Эффекттің мөлшері, яғни Коэннің пікірі бойынша, егер әсер ету мөлшері 0,2-ден аспаса, ол терапияның әлсіз әсері туралы айтады. Егер ол 0,5-ге тең болса, ол орташа күштің әсері, ал егер ол 0,8-ден асса, онда препараттың үлкен әсері туралы айтуға болады. Жалпы Коэннің суммациясы тек қана пиға ғана емес, зерттеуден кейін үлкен немесе кіші эффекттің бар жоғын айту. Эффекттің мөлшері бақылау тобындағы орташа мән және де емдеуде стандартты ауытқу мен орташа мәннің қателігі, кейін 4 кестелердің жиілік мәндері, одан кейін мүмкіндіктер қатынасы және де салыстырмалы тәуекел мағынасы, бақылау тобындағы қолайсыз нәтиженің болуымен бірге қауіпті және де емделуге қажет пациенттер санының абсолютті төмендеуі және де Пирсонның коэффициент корреляциясына мән береміз. Емдеу эффектісінің көрсеткішінде біз салыстырмалы тәуекелдің төмендеуі, абсолютті тәуекелдің төмендеуі және де керекті емдеу адамдардың санына мән береміз. Егер де, мысалға, салыстырмалы тәуекел
сіздерге сұрақ. РР бізде үшке тең деп айтсақ, мысалға белгілі бір аурудан кейін, жүректің ишемиялық ауруынан кейін ол 3 деген ол 3 есе төмендеген деген сөз. Ол бізде жақсы көрсеткіш пе? Егерде 30%-нан 10%-ға төмендесе, ол қызықты. Ал егерде 3-тің 10 мыңға қатынасы болса, бұл жерде интерпретация басқалай жүреді. Келесі жалпы бүгінгі тақырыпта мета-анализде сіздер фиксирленген факторлардың моделі, соның ішінде шынайы эффект деген ұғыммен таныс боласыздар. Ол дегеніміз, қаншалықты әртүрлі науқастарға зерттеу жүргізгенімен барлық терапияның шынайы эффекті бірдей. Бірінші зерттеу көріп тұрғандарыңыздай, екінші зерттеу, үшінші зерттеу. Барлық зерттеу үшін орталық мән бізде мына аралықта жатыр. Келесі, фиксирленген факторлардың моделі шынайы эффект және де екінші түрі бұл бізде кездейсоқ қателік. Онда сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Неге зерттеулердің арасында айырмашылық бар? Яғни, мысалы, зерттелетін адам мен пульс жиілігін мен бірнеше рет өлшесем, әртүрлі кезде көрсеткіш әртүрлі болуы мүмкін. Бұл бізде кездейсоқ қателік. Бірінші зерттеу үшін кездейсоқ қателік ол мына аралықта, екінші зерттеу үшін ол мына аралықта, үшінші зерттеу үшін ол мына аралықта жатыр. Осы үшін бізде әртүрлі қорытынды болуы мүмкін, бірақ та біз кездейсоқ қателікті статистикалық және де классикалық түрде шынайы көрсеткішін таба аламыз. Ол бізде 0,16 болып табылады. Келесі кездейсоқ қателіктің моделі. Шынайы эффект барлық зерттеулерде бірдей емес деп тұжырымдайды. Зерттеудің сипаттамалары әртүрлі болғандықтан, әртүрлі зерттеулер әртүрлі мөлшерде әсер етуі мүмкін. Мысалға, шынайы қорытынды үшін зерттеу мына аралықта жатыр. Мысалға алатын болсақ, арық адамдар үшін, семіз адамдар үшін ол мына аралықта жатады. Ал жалпы популяция үшін ол мына аралық. Бұл жерде біз шынайы өлшемді емес, орташа көрсеткішті есептейміз. Яғни әрбір популяция үшін орташа көрсеткіш. Бірақ жалпы популяция үшін ол мына аралықта жатады. Кейін анализді дайындау схема түрінде қалай көрінеді? Яғни көріп тұрғандарыңыздай, біріншісі бұл бізде зерттеудің түрлері, Б бізде негізгі препараттарды қабылдаған науқастардың саны, екіншісі бақылау тобындағы адамдардың саны, Д бізде негізгі препаратты қабылдаған препараттардан соң науқастардың, яғни қайтыс болуы, бақылау тобынан кейінгі қайтыс болған адамдардың саны, жылы және де қала. Қорытынды қалай көрінеді? Жалпы мета-анализді біз қорытындылау үшін ол әрдайым төменгі жағында берілген, ал жоғарыда көрсетілген ол әрбір зерттеулердің қорытындысы болып табылады. Көріп тұрғандарыңыздай, мүмкіндік қатынасы бізде 0,67-ге тең. 95%-дық дәлелділік, сенімділік кешіріңіздер интервалы бойынша ол бізде 0,46 және де 0,96-ға тең. Яғни жалпы суммациялағанда ол бізді бірді қиылыспай тұр. Яғни препараттың оң әсері туралы айтуға болады. Біз бұл жерде зерттеудің сапасы туралы айта алмаймыз, бірақ бірді қиылыспағандықтан біз жалпы препараттың эффективтілігін айта аламыз. Жалпы бізде келесі назар аударатын жайт, ол бізде гетерогенділікке мән беру керекпіз. Ол бізде 4,138, ал пи 0,73-ге тең. Яғни ол бізде нөлдік гипотеза бойынша гетерогенділік жоқ деген сұраққа жауап береді. Жалпы гетерогенділік дегеніміз не? Яғни берілген зерттеулерді барлығын, яғни суммациялай аламыз ба деген сұраққа жауап беретін тест. Яғни қоса аламыз ба барлық зерттеулерді. Келесі фиксирленген факторлардың моделінің қорытындысы бағанағы, яғни анализ бойынша беріліп тұрған 4 бұрыштар, кішкентай 4 бұрыштар, үлкен 4 бұрыштар, орташа 4 бұрыштар, ол бізде зерттеудің көлемі туралы айтады. Ал көріп тұрғандарыңыздай, ромб ол барлық зерттеулердің суммациясы жайлы айтады. Ол бізде бірді қиылыспай өтіп тұр, яғни айтып кеткендей біз препараттың эффективтілігін анықтадық.
кездейсоқ факторлар моделінің қорытындысы бойынша бізде көріп тұрғандарыңыздай ромб бізде бірді қиылысып өтіп тұр. Жалпы бізге фиксирленген факторлардың моделін жүргізу әлде қайда ыңғайлы болып табылады. Келесі, гетерогенділіктің визуалды анализін анықтау үшін бізде арнайы екі график бар. Соның бірі бізде Божо графигі. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни горизонтальды ось бойынша бұл бізде гетерогенділіктің әсері, ал вертикальды ось бойынша біз ол зерттеудің қорытындысы туралы айтамыз. Бұл жерде бізде таралу бірде болғандықтан, яғни барлығы жақсы. Келесі, LAB графигі гетерогенділіктің визуалды анализі. Бұл жерде негізгі және де бақылау тобындағы, яғни зерттеулер пропорционалды орындалса, ол көріп тұрғандарыңыздай экранда бір сызықта жатады. Келесі бізде мета-анализді орындауға арналған басқа да әдістер бар. Солардың бірі Байесовский мета-анализді. Бұл жанама деректерді ескере отырып, араласудың тиімділігін, априорлы ықтималдылығын есептеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс әсіресе аз зерттелетін зерттеулерде тиімді. Кездейсоқ эффекттер моделіндегі араласудың тиімділігін әр түрлі зерттеулер арасындағы айырмашылықты түсіндіре отырып, дәлірек бағалаудың қамтамасыз етеді. Келесі әдіс бізде кумулятивті мета-анализ. Ол дегеніміз уақыттың аралығына байланысты баға берудің өзгеруі. Көріп тұрғандарыңыздай, 1995 жыл мен 2012 жылдың аралығы алынған. Мысалға, тромболитиктерді алатын болсақ, ең басында, яғни бірінші зерттеу жүргізілген кезінде, көріп тұрғандарыңыздай, ол бізде, яғни жалпы бізде схема басында препараттың оң әсерінен теріс әсеріне көшкен. Яғни бұл біздерде қаншалықты, яғни ақырғы публикациялар жаңа болғанымен, олар әрқашанда сенімді деп айта алмаймыз. Мүмкін бұл қорытынды мүмкін бұны зерттеушілер, яғни бұл қорытындыны өздеріне қарай ыңғайландырған, яғни әрқашанда ақырғы публикациялар ол сенімді деп айта алмаймыз. Өйткені көріп тұрғандарыңыздай, басында препарат оң әсер берген, бірақ жалпы популяцияда мына жерде үлкен болған көріп тұрғандарыңыздай. Ал кейін ол яғни азая бастағаннан кейін препараттың керісінше, яғни теріс әсерін көріп тұрсыздар. Келесі, мета-анализді орындауға арналған басқа да әдістері бар. Бұл бізде регрессионды мета-анализ. Ол зерттеу нәтижелердің гетерогенділігі үшін қолданылады. Бұл зерттеудің бірнеше сипаттамаларының әсерін ескеруге мүмкіндік береді. Араласу сынақтардың нәтижелеріне, мысалға, сынама мөлшері, препараттың дозасы, қабылдау әдісі және де пациенттің сипаттамалары және де тағы да басқа. Регрессиялық мета-анализдің нәтижелері әдетте сенімділік интервал коэффициенті ретінде ұсынылады. Медициналық араласу сынақтардың нәтижелерін ғана емес, сонымен бірге когорттық зерттеулердің нәтижелерін қорытындылау үшін мета-анализ жүргізуге болатындығын атап өткен жөн. Алайда, жүйелік қателіктердің пайда болуының жоғарғы ықтималдылығын ескеру қажет. Мета-анализдің ерекше түрі әртүрлі зерттеулерде алынған диагностикалық әдістердің ақпараттылығын жалпылау. Мета-анализдің мақсаты өлшенген сызықтық регрессияны қолдана отырып, сезімталдықтың және де сынақ спецификасының өзара тәуелділігінің сипаттамалық қисығын құру болып табылады. Келесі публикационды қателіктер деген түсінік бар. Ол дегеніміз, мысалға, мен зерттеуші ретінде препараттың оң әсерін тауып, публикация ретінде енгіземін. Ал басқа біреу, мысалға, кіші топта зерттеу жүргізіп, ол препараттың эффектісін таппаса, ол публикация ретінде енгізбеуі мүмкін. Егер де оң және де барлық теріс, көрсеткіштер енгізетін болса, ол бізде симметриал көріп тұрғандарыңыздай график түрінде беріледі. Ал егер де тек қана жағымды, публикациялар енгізіліп, ал теріс публикациялар енгізілмесе, ол бізде асимметриал түрде график түрінде беріледі. Немесе оны басқалай біз график, вороночный деген график бар. Яғни ол бізде
мета-анализдегі публикацияларда жүйелік қателіктерге баға беру әдісі. Яғни публикационды қателіктер немесе вороночный мета-анализдегі қателіктер деп айтамыз. Көріп тұрғандарыңыздай басқаша, яғни воронка түріндегі график түрінде беріледі, ал көріп тұрғандарыңыздай мына аралықта публикация жүргізілмеген деген сөзді білдіреді. Назарларыңызға рахмет.